Сәлем балалар, бүгін бізде сабақта қазақ тілі 3-ші сынып 37-ші сабақ. Тақырыбымыз дыбыстардың үндесуі. Балалар, каналға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Себебі сіздерге жаңа сабақ бірінші болып көрінетін болады. Сонымен балалар, бірінші жаттығуға назар аударайық. Дыбыстардың үндесуі. Уақыт туралы не білемін? Уақыт туралы не білемін? Дыбыстардың үндесуі. Ертегіні тыңда. Таңды іздеу. Бір адам өз жұмысымен алыс сапарға аттанады. Қараңғы түсе бастағанда бір үйге жетіп, қонуға рұқсат сұрайды. Үй иелері қонақты құшақ жая қарсы алады. Алайда олар кешкі тамақтан соң бір жаққа жинала бастайды. Мына қараңғы түнде қайда барасыздар? Деп сұрайды жолаушы. Біз таңды іздейміз, дейді үй иесі. Олар қолдарына бір бос қап ұстап үйден шығады. Соңдарынан қонақ та кетеді. Бірнеше сағат өткенде алаулап таң ата бастайды. Бір кезде әлгілер қаптарын ашып, таңның жарығын қапқа салған сияқты қимыл жасап, артынша аузын буып, кері қайтады. Олар үйге қайтып оралғанда таң атады. Үй иелері қаптарының аузын ашып, оны сілкіп жібереді. Таңдана қараған жолаушыға: біз таңды алып келдік, өзіңізге айтып едік қой, дейді олар. Қайтар жолында әлгі қонақ инабатты үй иелеріне бір әтеш алып келеді. Бұл құстың аты әтеш. Оның бірінші шақырғаны таң әлі алыс дегені, екінші шақырғаны таңның жақындағаны, ал үшінші шақырғанда таң өзі аулаға кіріп келе жатады, дейді жолаушы. Сол кезде әтеш ку-кари-ку деп шақырып жібереді. Үй иелері оны қабылдап алып, жолаушыға алғыстарын айтады. Бразилия ертегісі. Аударған Шәкен Күмісбаев. Балалар, сонымен сұрақтарға жауап берейік. Ертегі не туралы? Ондағы негізгі ойды анықта. Ертегі жолаушылар туралы, таңды іздеп жүрген жолаушылар туралы. Ертегі неліктен таңды іздеу деп аталған деп ойлайсың? Өз пікіріңмен бөліс. Яғни жолаушылар таңды іздеу арқылы ертегі де таңды іздеу деп аталып тұр. Қараңғы, түн, таң сөздерінің мағынасын деректерден біліп ал. Таң дегеніміз күндізгі уақыт, балалар. Ал қараңғы түн деген түннің мезгілі болып саналады. Төмендегі суреттердің қайсылары ертегі мазмұнына сәйкес келеді? Өз ойыңды дәлелде. Бірінші суретте таңның атып келе жатқан уақыты, ал екінші суретте түскі уақыт, күннің көзі шақырайып тұр. Ал үшінші суретте кешкі мезгіл болып саналады. Енді балалар, суреттің қайсысы ертегі мазмұнына сәйкес келеді десек, бұл әрине бірінші сурет ертегінің мазмұнына сәйкес келеді. Бұнда таңның атып келе жатқан уақыты белгіленген. Ал енді балалар, екінші жаттығу. Жұмбақты оқып, шешуін тап. Секунды жоқ, тық-тық еткен, есесіне қыт-қыт еткен, қанаты бар, сағаты бар. Ескен Елубай. Яғни балалар, жұмбақтың шешуі әтеш. Ал енді балалар, келесі тапсырмаға назар аударайық. Үшінші жаттығу. Сөздерді оқып, көшіріп жаз. Басшы, теңізші, түнгі, көкжиек, сөнбеді, жанбады, орын басар. Көкжиек,
басшы деген сөздер берілген, е. Сөздердің айтылуы мен жазылуын салыстыр. Ал енді балалар үлгіге назар аударайық. Жазылуы басшы, басшы деп жазылып тұр, е. Айтылуында біз басшы деп айтамыз, е. Ал теңізші дегенде теңізші деп жазамыз. Теңізші деп екі ші айтамыз, е. Түнгі, түнгі деп айтып, түнгі деп жазылса, түнгі деп айтамыз, е. Осылайша балалар, сөздерді өздеріңіз әрі қарай тағы да толықтырып жазасыздар. Жамбады десек, жамбады деп айтамыз. Орынбасар деп айтылғанмен, орынбасар деп айтамыз. Ал енді балалар, ережені мұқият есімізде сақтаймыз. Қатар тұрған дауыссыз дыбыстар бір-біріне әсер етіп, айтылуы өзгереді. Жауынгер, жауынгер. Сенбі, сенбі. Яғни балалар, дауыссыз дыбыстардың бір-біріне әсер етуі арқылы сөздердің айтылуы өзгеріп отырады. Осыған мұқият боламыз, е. Мысалы, әсіресе диктант жазған кезде жаңағы мұғалімдеріңіздің айтқанын мұқият тыңдап, қатесіз жазуға тырысыңыздар. Ал енді балалар, келесі тапсырмамызға назар аударайық. 4-ші жаттығу. Тыйым сөздерді көшіріп жаз. Күн батар алдында ұйықтауға болмайды. Өйткені бұл жаман ырымға саналады. Үйге кешке немесе түнде кеш жарық деп ену керек. Ал енді балалар, бұл жерде жалпы кешкі уақытқа арналған сөздер жазылған, е. Яғни бұл жердегі тыйым сөз күн батар алдында ұйықтауға болмайды деген сөз болып саналады. Осыны дәптерлеріңізге жазып, ұмытпаңыздар. Балалар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.